Астанада 15 жұп эко бағдарламасына тегін сертификат ұтып алды. Біреулер үшін бұл жай мереке болса, енді біріне жылдар бойы күткен арман. Бұл қайырымдылық акциясын еліміздің репродуктивті медицина саласындағы көшбасшысы IRM Clinic ұйымдастырды. 30 жылдық тарихы бар IRM Clinic өзінің мерейтойын көппен бірге атап өтті. Жаңа филиалдың ашылуымен бірге олар бедеулікпен күресіп жүрген мыңнан аса отбасыға үміт сыйлады. Ал оның ішінен тек 60 жұп қатаң медициналық іріктеуден өтті, финалға жолдама алды. Үш айдан бері осы жобада жұмыс жасадық. Қаншама 100 отбасы келді, қаралды, тексерілді. Бүгін міне соған нүктесін қойдық. Іріктеу міндетті түрде пациент врачқа келеді, репродуктологқа, Астанаға. Жалпы бала көтеруге бола ма, болмай ма, оны тексерді. Қанша жыл бала күткен, ескеріледі. Эко бағдарламасын ұтып алған отбасылардың бірі қуанышын көпшілікпен бөлісіп, сәби күтіп жүрген барлық жанұяға осындай мүмкіндік бұйырсын деп тілегін жеткізді. Сәби аңсап жүргенімізге уже 11 жыл болды. 3 рет эко жасаттық. Болмады. Мен дәл қазір қуаныштымын. 30 басталғалы өзі жылап отырдым. IRM клиникасына көп рахмет. Шара аясында жаңа клиникаға экскурсия ұйымдастырылып, дәрігерлер заманауи эко әдістері туралы баяндады. Жаңа филиалы IRM Clinic Астана соңғы үлгідегі зертханалар мен озық ультра дыбыстық аппараттармен және жеке пациенттерге арналған кең диагностикалық бөліммен жабдықталған. Что входит в данный сертификат? Сертификаттың ішіне толық эко бағдарламасы кіреді. Яғни ұрықтандыру процедурасының өзі оған дайындық, дәрі-дәрмек, бақылау және күтім. Ал тегін бағдарламаға өтпеген финалистер үшін эко бағдарламасына 20%, ал дәрі-дәрмекке 10% жеңілдік беріледі. IRM Clinic бұл бағдарламаны алдағы жылдарда жалғастыру мүмкін. Бұл тек бастамасы дейді олар. Назерке Алтынбек, Нұржан Махмудов, Астана Таймс.